Оңтүстік Қазақстан облысында Сырдария өзені тасып, салдарынан 6 үйір жылқы қырылып қалды. Байырқұм мен Достық елді мекені тұрғындарының 60 бас малы арам қатқан. Бірақ жергілікті тұрғындар бұл жұт қолдан жасалды деп ашынып отыр. Ақпанның алғашқы аптасында Сырдария арқылы Шардара су қоймасынан Көксарайға жіберілетін су деңгейі 250 текше метрге күрт көбейген. Соның салдарынан Дария арнасынан асып, Байырқұмға қарасты жайылымды жайпап кетіпті. Сөйтіп осы маңдағы Күнтай тоғайын паналаған 6 үйір жылқы түгелімен қырылып қалды. Олардың арасында буаз биелер де бар екен. Арам қатқан малдың өлекселері ит құсқа жем болды. Төтеннен 4 түлігінен айырылған жұрттың жергілікті билікке өкпесі қара қазандай. Әкімге су реттеушілер хабар берген, бізге әкім айтпаған. Микрофонмен болса да, хабарламағанда машинаман. Ал, одан кейін әкім біздің басымызда тұрған жоқ. Оның бәрі әкімнің кіранігі бір ауыз айтса, малдарын жинап ал, 4 сағатта айдап шығыңдар десе, 1 сағат жолымызға кетеді, 3 сағатта айдап шығамыз. Ондай бізде ешқандай әңгіме болған жоқ. Қазір жергілікті жұрт қырылған мал басының есебіне жете алмай жатыр. Мұзға қатып арам өлген жылқы саны әзірге 60 басты құраған. Осы жағдайдан соң бүгін оңтүстікке төтенше жағдайлар және қоршаған ортаны қорғау министрліктерінің өкілдері арнайы келді. Олар тікұшақпен қауіп тудырған аймақты аралап қайтты. Шардара су қоймасынан бастап Көксарай су реттегішіне дейін Сырдария бойын әуеден бақылаған шенеуніктер алда алаңдайтындай қауіп жоқ деп отыр. Қауіп жоқ. Мына енді қазір осы 10 күнде түгел осы 2 министрлік жұмылып, бәрін бақылауға алып, күні-түні қарап отырамыз. Ал Құдай бұйыртса бәрін аман-есен өтеміз деген сенім бар.